Қайырлы күн достар. Егер сіз пирог пісіргіңіз келіп жүр, бірақ таразыңыз жоқ болса, онда бұл видео тура сізге арналған. Себебі бұл пирогқа таразының мүлде қажеті жоқ, қоспалары да қарапайым. Рецепті жоғалтып алмас үшін каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыз. Ал ендеше бастаймыз. Құрғақ ыдысқа 3 жұмыртқаны салып аламыз. Оның үстіне шым-шым тұз сеуіп, миксердің жай жылдамдығынан миксерлей бастаймыз. Пирогқа қажетті қоспалардың барлығын кәдімгі қарапайым шай ішетін кесемен өлшейтін боламыз. Сол себепті кеселердің барлығының өлшемі бірдей болғаны дұрыс. Жаңағы жұмыртқаның үстіне бір кесе толмайтындай шекерді аз-аздан сала отырып, көпіргенше миксерлейміз. Одан кейін үстіне жарты кесе сұйық май құямыз. Оны да миксерлеп, оның үстіне жарты кесе қоюлатылған сүт, яғни сгущенкамызды құйып, біраз миксерлеп аламыз. Барлығын жақсылап араластырып болғаннан кейін құрғақ қоспаларымызды дайындаймыз. Яғни бір кесе толы ұнға бір шай қасық қопсытқыш салып, араластырып аламыз да, електен өткізіп, жұмыртқаның үстіне саламыз. Бұл жерде айта кететін нәрсе, ұнды бірден салмау қажет. 3-ке 2-ге бөліп, аз-аздан салып, миксерлеп отыру керек. Ұнды толық араластырып болғаннан кейін, кішкене сұйықтау көрінсе, онда тағы да жарты кесе ұн қосып жіберіңіз. Сонда осындай қоюлау масса шығады. Дайын болған қамырды 22 сантиметрлік формаға құйып, 180 градустағы пешке саламыз. 30-35 минутта пирогымыз толықтай көтеріліп, пісіп шықты. Оны ағаш таяқшамен тексеріп алсақ болады. Пирогтың бетін өз қалауыңызша сәндей беріңіз. Мен мұнда шоколадты глазур құйып жатырмын. Тіпті болмаса жай ғана қант ұнтағын сеуіп, әдемі етіп шығаруға болады. Ең бастысы, жасалуы өте оңай әрі дәмді пирогты балаларыңыз қуана-қуана жейтініне сенімдімін. Видеоны соңына дейін көргеніңізге рахмет. Рецепт ұнаса, каналыма тіркеліп, қолдау көрсетіп қойыңыз. Сіздермен болған Замира.